Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер түріктің тәтті наны семет дайындайтын боламыз. Тестісі өте нәзік, үлпілдек, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен біздер сахарға ашытқыны араластырып, жылы сүтімізге салып, бір кепка болғанша араластырамыз. Кейін бетін жауып қоямыз 10 минутқа. Осындай бізде көпіршік пайда болу керек. Кейін көпіршігімізді ұнның үстіне салып, қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз қаттылау болады. Бөлме температурасындағы майды соңынан салып араластыратын боламыз. Сол кезде бізде өте жұмсақ бір кепка масса пайда болады. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Суға медті салып, күнжітімізді дайындайтын боламыз. Тестіні басып тастауға болмайды. Үлпілдек тестіні төртке бөліп аламыз теңдей. Дәл осылай бөлкен нанымызды дайындап аламыз, жақсылап бекітеміз ашылып кетпеу үшін. Содан соң медті суымызға батырып, күнжітке орайтын боламыз. Кейін майға оранған пергамент қағазына төсеп, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. градуста 30 минут қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Қараңыздар, осындай бөлкен нанымыз дайын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға сәттілік.